Армысыздар, құрметті пайдалы парақшаның көрермендері. Менің парақшама жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Бодо Шефердің "Төбеттің аты Мани" кітабындағы Кира айтады. Кираға Мани айтады: "Сен алдымен 10 арманыңды жаз" дейді. Кира барлығын жазады. Содан кейін жазсаң дұрыс болды, енді сол 10 арманның ішіндегі 3 арманды белгіле дейді. Ең маңызды. Кира айтады, бұның барлығы маңызды дейді басында. Одан кейін жаңағы өзінің алмасу несі бойынша солай деп аталады, өзі сондай бір лагерьге барғысы келеді, Америкаға. Сол дейді ең главный. Содан кейін мен ноутбук алғым келеді дейді. Үшінші, ата-анамның қарызын қайтару, сол ең маңызды дейді. Мани айтады, сен екеуін енді өзіңе қатысты оны жасай аласың, ал ата-анаңды жаңағы қарызы туралы оны кейінірек сөйлесеміз дейді. Содан кейін Кира жарайды деп, содан кейін Мани айтады, сен қазір алдымен елестетші дейді. И Кира елестетеді. Ол алдымен Америкаға барғанын, одан кейін Лос-Анджелесте ноутбук алғанын, және үй тапсырмасын ноутбукпен жасап жатқанын, және де ата-анасының қарызы жоқ, сонда елестетеді де, вау, керемет екен дейді. Онда оған жету үшін саған 2 құмыра, тиын салатын құмыра алу керек дейді. Екеуінің сыртына жазып қояды. Сөйтіп өзінің бөлмесіне апарып қояды. Сөйтіп соған ақша жинай бастайды. Осы техниканы сіздер де пайдаланып көріңіздер деп айтқым келеді. Әрине, бұны естіп айтуларыңыз мүмкін, бұл өте қарапайым болса да, бұл жұмыс істейтін нәрсе. Мен өзім соған көз жеткіздім да. Мен алдыма бір болады ғой, жаңағы армандар картасын жасап, көп нәрсені жасап қоямыз ғой. Жоқ. Алдымен ең маңыздысынан, одан кейін барып жоғарылай беру керек деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Пайдалы болды ма, пайдалы емес па? Жалпы жаза кетсеңіздер риза болар едім. Рахмет.